Ең соңында шетелге ұрдаған, жырдаған, тыққан ақшаларыңды, қарақшылықпен, ұрлықпен, қарлықпен тапқан арам малдарыңды мұздатуға апарамын. Сендер менің қазақ халқына деген махаббатымнан пайдаланып, Серікжан Қазақстан халқына санкция салғыза алмайды десеңдер, онда істей беріңдер. Мен шынында қазақ халқын сүйем, мен қазақпын. Мен Қазақстанның халықаралық санкцияға салып, онсыз да аштыққа ұрынып отырған, қолдан жасалған аштықтан геноцидпен қырылғалы отырған, қымбатшылыққа душар болып отырған, ұлы құл болып, қызы күң болып, жезөкше болып қаңғып кеткен қазақ халқын тағы да батыстың санкциясына салғыстып, мынау ауру бір жағынан қысқанда бүкіл ақшадан, заттан тарықтырып, халқымды қыспаққа қалдырғым келмейді. Себебі мемлекетке салған санкциядан халық зардап шегеді, ұры-қары миллиардерлер зардап шекпейсіңдер. Бірақ егер сендер мені мәжбүрлей берсеңдер, мен онда сендерге санкция салғызуға мәжбүрмін. Ендігі бағыт-бағдарым Қытаймен алысу емес, қазақпен алысуға өзгеріп кетеді. Мен қазір ескертіп отырмын, қатаң түрде ескертіп отырмын. Мен қазақ халқын қиыншылыққа қалдырғым келмейді. Себеп түптің түбінде санкциядан қиналатын сол қарапайым халық. Ұры-қары қарақшы миллиардерлер қиналмайды. Сол халқым қырылмасын. Бір қазақ болса да аштықтан, жоқшылықтан, дәрінің жоқтығынан, медициналық көмектің жоқтығынан, шарт жағдайдың кемдігінен өліп кетпесін деймін, және қиналмасын деймін. Сондықтан мен Қытайдағы геноцидпен қазақ билігі қатысты деп дәлелдемей тұрған кезде, сендер осы наразы болып жүрген біздің апаларымыз, әпке қарындастарымыз бен інілерімізге салынған барлық айыппұлдарыңды күшінен жоясыңдар, күшінен қалтырасыңдар, бекерлейсіңдер. Бекерлейсіңдер деген сөзді түсініп алыңдар. Әдемілеп тұрып, мына жандай шаптар орысшаға аударып жеткізіңдер. Бекерлейсіңдер. Яғни бүкіл соттың үкімін бекерлейсіңдер, күшінен қалдырасыңдар, күшін жоясыңдар. Айтқаным айтқан, бүгінгі қойған бағам, оларға салған миллиондаған теңге айыппұлдар. Осы күнге дейін 3 миллионда 5 миллионнан асып кетті, бұрынғы соңғысы болып. Мен сол әрбір теңгеңе $10 баға қоямын. Ендеше шетелдегі ақшаларың мұздатылады. Ешкім сендерге кепілдік беріле алмайды. Ал менің қандай қуатым, күшім бар екендігін мен алыстағы бұрынғымды айтпаймын. Мені соттаймын деп соттай алмайды, масқара болып жеңілгендеріңді айтпаймын. Мені қолдап қаншама мың қазақтың бір сотта 6 мың, бір сотта 10 мың қазақтың соттың алдына жиналғанын айтпаймын. Қаншама қазақтың сол ауыл, аудан, қалалардан сотқа келем деп сол аудан, облыс орталықтарда тұтқындалып жіберілмегені, билеті тартып алынғанын айтпаймын. Менің геноцидті бүкіл дүние жүзіне мойындатқанымнан ақ білсеңдер болды. Бүкіл дүние жүзінің бізді қолдауын ақ білсеңдер болды. Бүкіл әлемдік ірі саясаткерлердің бізбен жіті жұмыс жасап отырғаннан білсеңдер ақ болды. Күні кеше президенттерінің аккаунтын бұғаттап тастайтын әлемдік ірі алпауыт Google мен YouTube-тың біздің аккаунтты бұғаттап барып 3 күннен кейін қалпына келтіргеннен бүкіл әлемдік ірі медиа, әсіресе ағылшын тілді 300 медианың бізді жарыса жазып, ең соңында соның жабылғанын бір жазып, ашылғанын 2 жазғанынан ақ білсеңдер болды. Ол ірі компания, ол алпауыттарға дүние жүзінде президенттердің де шамасы жетпейді. Олар миллиардерлер, олар триллионерлер. Ал солар біздің каналды жапты, басы бәлеге қалды, қайтадан ашты, тағы бәлеге қалды. Міне әлемдік ірі алпауыт магнаттардың өзі қазір бізге қоңырау шалып, біз сізбен жұмыс жасайық деп отыр. Осыдан ақ біліңдер. Ендеше мен сендерге бұл арада ымыра қойып отырмын. Себебі мен қазақ халқын жақсы көргендігім үшін, қазақ халқының басы артық шығынға, қорлыққа, азапқа, жоқшылыққа, аштыққа, дәрінің кемдігіне, медициналық жетіспеушілікке ұшырамау үшін мен сендерге ымыра қойып отырмын. Естеріңді жиып, бастарыңды сілкіп, топас миларыңды қозғап, таскерен құлақтарыңды ашып, көрсоқыр көздеріңді ашып,
Көріңдер, тыңдаңдар. Мен ымырашылмын. Қазақ халқын жақсы көргенім үшін сендермен ымыраға келгелі отырмын. Сондықтан біздің істеп жатқан ісімізге кедергі келтірмейсіңдер. Егер біздің істеп жатқан ісімізге кедергі келтіретін болсаңдар, онда Қытай компартиясына жасалып жатқан барлық санкциялар менен Қытайдағы геноцидтің жақтасы, қолдаушысы, қорғаушысы деп сендерді әлемдік ақпараттың күшіменен бүкіл дүние жүзінің алдында масқара қылып, Біріккен ұлттар ұйымында іс көтеріп, сол істе Қазақстанның Қытай геноцидіне жақтастығы туралы тақырыпты қозғатып, құлақтарыңнан дыңғырды бір жыл кетірткізбей, ең соңында шетелге ұрдаған, жырдаған, тыққан ақшаларыңды, қарақшылықпен, ұрлықпен, қарлықпен тапқан арам малдарыңды мұздатуға апарамын. Мен Қытайдағы қазақтарды құтқару үшін, Қазақстандағы Қытай геноцидін тоқтату үшін 5 жыл өмірімді арнадым. Әрине, одан бұрынғы күрестерімді айтпай-ақ та қояйын. Ел білетін, жұрт білетін менің күресім 5 жылдан асты. Егер, мынау дауыс естілмей тұрма дейді. Кешіріңіздер, мынау дауыс естілмей қалыпты. Құдайға. Жарайды, жақсы. Facebook егер үзіліп қалса, естілмесе, YouTube-ға көшіңіздер, YouTube-тегі ақша арнасы. Мен мына 2 телефонды қатар қойып сөйлеп отырғаным ғой. Айыпқа бұйырмаңыздар. YouTube естіліп тұрма сіздерге? Онда бөлісіп таратып тастаңыздар. Комментарий жазып бөлісіп 60-70-ге таратып тастаңыздар. Мына бұлар басылып қапты. Енді дұрыс болды. Менің сөзім осы. Байболат, Күнболаттың біз денсаулығын тексереміз. Ұрсаңдар, қорқытсаңдар бірден білінеді. Қандайда дәрі-дәрмек берсеңдер бірден біліп аламыз. Оны білмейді екен деп ойламаңдар. Байболатта қандайда психологиялық, физиологиялық өзгеріс болатын болса, әлемдік ақпаратқа көтеруге дайынбыз. Қазіргі медицина өте сұмдық дамып кетті. Арқырап, атылып, арыстандай айға шауып тұрған азаматты үйгішік қылып тастауға болады. Бруколмен. Өмірі наркотикаға құмар еместі бруколмен наркоман қылып есірткіге тәуелді қылып қоюға болады. Ақ көңіл, ашық жарқын азаматты бұқпа, тұйық қылып үйден шықпайтын қылып тастауға болады. Басы керемет істеп, сақылдап, адам айтпайтынды айтып, адам істемейтінді істеп жүргенде ештеңе ойламайтын, күні бойы меңірейіп отыратын, сұраса жауап беріп, сұрамаса үндемей отыра беретін сорлы қылып қоюға болады. Қазіргі медицинада бұның барлығы бар. Ол жаңадан жасалынып, зерттелініп, нарықта сатылып жүрген неше түрлі есірткілік заттар бар. Сау адамды жындығып құтыртатын дәрі бар. Сау адамды тып-тыныш қып, жуас қып, момын қып, қорқақ қылып, үрейлендіріп, өзімен өзі шошитын қып, тіпті дүниеден түңілдіріп, өз-өзіне қол жұмсайтын қылып қоятын да бар. Егер сендер Байболат, Күнболатқа қандай да бір нәрсе пайдаланатын болсаңдар, Байболат, Күнболаттың қарекетінде, ісінде, денесінде, денсаулығында, физиологиясында, жан дүниесінде қандай да бір өзгеріс болатын болса, онда бұл әлемдік ақпаратта шулайды, және тек шулап қана қойылмайды. Біріккен ұлттар ұйымымен Еуропарламентте көтеріледі. Байболат меніменен бір тумаса да бір туған інім. Екеуміздің әкеміз бөлек, шешеміз бөлек болса да, ол менің бауырым. Себебі әр қазақ менің жалғызым. Әр қазақ үшін жанымды беруге дайынмын. Әсіресе әділетшіл, шыншыл, турашыл қазақтар үшін жанымды беруге дайынмын. Сондықтан бізге жасалып жатқан, Қытаймен алысып жатқан бізге жасалған қандай да кедергілерің, барлық қарекеттерің, қастандықтарың шұғыл түрде тоқтатылсын. Ендігі кезде Қытай геноциді емес, қазақ геноциді деген тақырып, немесе Қытайдың қазақтарға жасаған зорлық-зомбылық емес, Қазақстандағы қазақ халқын барымталап алған биліктің Қазақстандағы қазақтарға жасаған қорлық-зорлығы дейтін тақырып көтеріліп кетпесін десеңдер, шетелдегі ұрдаған жырдаған ақшаларының амандығын ойласаңдар,
тағы да ұрдап жырдап ақша тығатын каналдарың жабылып қалмасын десеңдер, менің өте сауатты түрде және өте салқын түрде сендерге қойған осы ымырама жауап беріңдер.